Assalamu alaikum, құрметті мұсылман бауырлар. Алла тағала адамды жаратқаннан кейін оны жәннатқа қойды. Жәннатқа қойған күні жұма күні еді. Алла тағала содан кейін періштелердің барлығын жинап, Адам алейхиссаламға сәжде етіңдер деп әмір етті. Періштелердің бәрі Аллаға итағат етіп, Адам алейхиссаламға сәжде етті. Бірақ ібліс сәжде етушілерден болмады. Ібліс айтты: Алла, мені оттан жараттың, оны топырақтан жараттың. От әрқашан топырақтың үстінде жанады. Сондықтан мен бұған сәжде етпеймін дейді. Сонда ібліс Алланың қаһарына ұшырап, шайтан деген атты алды. Сонда Алла періштелердің жанында Адам алейхиссаламға жер жүзіндегі бүткіл ілімді үйретті. Тіпті оның келешекте келетін ұрпақтарының есімдеріне дейін оған үйретті. Періштелер бұған таң қалып, өздерінің Адам алейхиссаламның алдында дәрежелері төмен екенін мойындады. Осымен екінші бөлім аяқталды. Алла тағала баршаларыңыздан разы болсын, отбасыларыңызға береке, шаңырақтарыңызға шаттық берсін. Егер де сіздерге осындай контенттер қызықты болып жатса, бізге қолдау көрсетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізді шабыттандырады.